بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد алдыңғы сабақта бастаған нәрсені, яғни сипаттарды, Алла субханала тағаланың сипаттарын Құран мен сүннетте келген сол сипаттарды бекітуден ешқандай ташбих шығу мүмкін еместігі туралы бастаған едік. Және де соған байланысты қағидаларды оқи бастаған едік. Бүгін соған байланысты, яғни Алла субханала тағала сипаттарының Құран мен сүннетте келген сипаттарын бекітуден ешқандай ташбих, ташбих шықпайтын, антропоморфизм шықпайтынын айтқан едік. Соған байланысты біздер үлкен қағиданы бүгін иншалла өтпекшіміз. Үлкен қағидалардың бірі. Бұл қағида логика пәнінде де бар. Және де бұл қағиданы Ахли сунна вал жамааттың өзі ғана емес, бұл қағиданы тіпті Ахлул калам да қолданған. Қандай? Бұл мағына, бір нәрсенің мағынасы немесе түсінігі екі түрлі болады. Бір нәрсенің немесе бір сипаттың түсінігі екі түрлі болады. Біріншісі абстракттық түсінік, яғни абстракттық түсінік дейміз, абстракттық түсінік, яғни понятие, абстрактное понятие орысша. Екіншісі конкретикалық түсінік, конкретное понятие деген екі түрлі түсінік болады. Бұны түсіну үшін қалай айтамыз? Бұны түсіну үшін бұл не деген сөз? Мысалға, ілім немесе білім сипатын келтірейік. Білім деген кезде біздер осы жаңағыдай уақиғата, яғни қазір болмыста бір заттан, бір сипатталатын нәрседен бөлек бір білімді елестете аламыз ба, жоқ па? Яғни білім деген нәрсе былай қолмен ұстап, ескеп көріп, былай өздігінен жүре ме білім деген нәрсе? Жүру мүмкін емес. Бірақ біз ол білім деген сөзді түсінеміз. Білім деген сөзді түсінеміз. Осы түсінік, ол расында ақиқатында осы жерде жоқ қой, білім деген нәрсе. Дұрыс па? Сыртта білім деген нәрсе жоқ. Дұрыс па? Осы нәрсе абстракттық түсінік. Білім деген сөздің абстракттық түсінігі қалай? Осы біз білім деген нәрсені түсініп тұрмыз ба? Осы абстракттық түсінігі. Қашанда біз оны қалай түсінеміз? Бұл білімді еш бір нәрсемен байламай, еш бір нәрсенің сипаты емес деп түсініп отқан кезде, осы жерде ол яғни сыртта болу мүмкін емес, бірақ біз оны түсінеміз. Оның болмысы біздің ойымызда. Біздің ойымызда, дұрыс па? Осы білім деген сөз ол не? Абстракттық түсінік. Ал қашан білім деген сөз конкретикалық түсінік болады, немесе конкреттік түсінік қашан болады? Қашанда біз ол білімді бір нәрсемен байласақ. Яғни айтсақ, мысалы, Шейх Аббадтың білімі десек, бұл Шейх Аббадтың білімі. Дәл сол сияқты Алла субханала тағаланың білімі десек, бұл Алла субханала тағаланың білімі. Бұл жаңағы абстракттық білім емес, бұл конкретно Аллахтың білімі. Бұл жаңағы абстракттық білім емес, біздің түсінікте бар, біздің есімізде бар, ойымызда бар білім емес, ол конкретно Шейх Аббадтың білімі. Түсінікті ме? Енді біздер осы нәрсені бөліп алғаннан кейін, яғни абстракттық түсінік пен конкретикалық түсінікті бөліп алғаннан кейін, біздер не нәрсені түсінеміз? Әрбір сипатталатын нәрсе осы абстракттық түсінікте ортақ. Абстракттық түсінікте, яғни мағынада білім деген, біз білім мысалын алдық па? Білім деген нәрседе ол ортақ. Қандай түрде? Абстракттық түрде. Және де біз қашанда осы абстракттық түсініктегі білімде бүкіл нәрселер ортақ деп айтқан кезде, бұдан ташбих шықпайды. Бұдан ташбих шықпайды, ұқсату шықпайды. Түсінікті ма?
Бірақ та конкретикалық түсінікпен білімді айтатын болсақ, бұл білім тек қана сол сипатталып жатқан нәрсенің біліміне жеке соған ғана қатысты болады. Шейх Аббадтың білімі дейміз ғой. Шейх Аббадтың білімі ол тек қана Шейх Аббадтың білімі. Оған ғана қатысты білім. Және де бұл білімде ешкім Шейх Аббадқа ұқсамайды. Дұрыс па? Дұрыс па? Мағлұматтарда ұқсауы мүмкін. Шейх Аббад білетін нәрсені Алтай білуі мүмкін. Дұрыс па? Бірақ білімінде ұқсамайды. Неге ол жеке Шейх Аббадтың білімі. Түсіндің ба? Дәл сол сияқты Алла Субхана ва Тағаланың білімі жеке оған ғана байланысты. Оның ұлықтығына ғана байланысты. Түсіндің ба? Мағлұматтарда адаммен ортақ болуы мүмкін ба? Мүмкін. Біздер Мекке деген қала бар екен білеміз ба? Білеміз. Аллах біле ме? Біледі. Біздің біліміміз тең болуы шарт па осы жерде? Шарт емес. Бұл мағлұмат. Ал білім Алла Субхана ва Тағаланың ұлылығына лайықты. Түсіндің ба? Біздің біліміміз өзіміз кемшілігімізге лайықты. Түсіндің ба? Сондықтан қате қашан болады? Қашанда біз конкретикалық түсінікті, яғни махлуқтың сипатының конкретикалық түсінігін Алла Субхана ва Тағалаға беріп қойсақ, сол кезде ташбих болады. Түсінді ба? Ал егерде біз Алла Субхана ва Тағаланың сипаттарының конкретикалық түсінігі оған лайықты дейтін болсақ, махлуқтың конкретикалық түсінігі оларға лайықты деп айтатын болсақ, бұл жерде ташбих болуы мүмкін емес. Абстракттық мағынада ортақ болса да, білім деген сөздің мағынасында Аллахта да білім бар, адамда да білім бар. Дұрыс па? Ол жерде ортақ болса да, бірақ конкретикада уже Аллахтың білімі, конкретикалық түсініктегі білімі пәленшеде бар деп айтатын болсақ, бұл ташбих болады. Түсінді ма? Немесе керісінше Алла пәленшенің көтерілгені сияқты, истиуа жасағаны сияқты, Аллах та истиуа қылады дейді. Біз конкретика адамның истиуасын алдықта Алла Субхана ва Тағалаға беріп қойдық. Бұл ташбих болады. Түсінді ма? Бұл ташбих болады. Осы жерде муаттилалар осы жерде қатеге түсті. Қалайша қатеге түсті? Бұлар Алла Субханаху ва Тағаланың конкретикалық истиуасын, оған ғана лайықты истиуасын, жоққа шығарды да, махлуқтың истиуасын Аллахқа беріп қойды бірінші. Содан кейін бұл махлуқтың истиуасынан не нәрсе шығады? Яғни біз бір нәрсеге көтерілсек, сол нәрсені алып тастаса, біз құлаймыз деген нәрсе шығады ғой, дұрыс па? Ол кімнің истиуасынан бұндай мағына шығады? Адамның истиуасынан. Адамның бір нәрсеге көтеріліп орнығуынан, егерде сол көтерілген нәрсесін адамның астынан алып тастаса, адам құлайды. Бұл кімнің истиуасы? Адамның истиуасы. Бұлар осы конкретно адамның истиуасын, конкретикалық түсініктегі сипатын Алла Субхана ва Тағала беріп қойды. Содан кейін Алла Субхана ва Тағала бұл нәрсемен сипатталуы мүмкін емес деді. Алла Субхана ва Тағала конкретикалық истиуасын да жоққа шығарды. Түсінді ба? Бұл қате. Сондықтан біздер айтамыз, махлуқтың истиуасы, махлуқтың сипаты өзіне лайықты, конкретикалық сипаты. Алла Субхана ва Тағаланың конкретикалық сипаты өзіне лайықты. Даже махлуқтардың арасындағы сипаттар ұқсағанның өзінде, мысалы, истиуаны неге мысалға алатын болсақ, мысалы, жылқыға истиуа жасай, көтерілу, жылқыға міну, дұрыс па? Үстіне шығуды айтатын болсақ, жаңағы шапқыншының истиуасымен, мысалы, менің истиуам бірде болмайды. Мен жылқыға отырып көрмеген адамым, допустим, да? Мен оған жарты сағат мінетін шығармын, да? Ол 1 секундта мінеді, дұрыс па? Бірақ біздің истиуамыз бір истиуа. Бірақ ол менің конкретный истиуам, менің конкретикалық түсініктегі истиуам, сипатым, ананың конкретикалық истиуасынан басқаша, өзгеше. Бұл махлуқтардың арасында. Ал Алла Субхана ва Тағаламен, яғни Халиқ, жаратушы Алла Субхана ва Тағаламен жаратылысының арасын не деп айта аламыз? Түсінді ма? Дәл сол сияқты кешегі мысалда біздер аяқ деген түсінікті, жалпы абстракттық түсінікті түсінеміз, аяқ деген нәрсені. Бірақ конкретно бір махлуққа айтылған кезде, мысалы біз не дедік? Құмырсқан аяғы деген кезде, ол конкретно құмырсқан аяғы. Ол
пілдің конкретикалық түсініктегі аяғына ұқсау мүмкін емес. Бұл мақлуқтардың арасындағы нәрсе. Бірақ олар не нәрседе ортақ? Абстракттық түсініктегі мағынада ортақ, түсінікті ма? Осыны түсінген адам ташбихтен аулақ болады, және татилден де аулақ болады. Түсінікті ма? Осы қағиданы түсінген адам. Және де мен айтқандай, бұл сабақтың басында айтқандай, бұл қағиданы тек қана ахли сунна айтпаған. Бұл жалпы логикада бар қағида. Бұл нәрсені тіпті ахлюл калам да айтқан. Солардың ішінде Абул Мансур Аль-Матуриди қолданған бұл нәрсені. Аль-Матуриди 333 жылға қайтыс болған адам. Бұл кісі айтады, яғни Матуриди мектебінің имамы өзінің китабу Таухид кітабында 41-ші бетінде нағыл деп айтады: «Аль-муафақату фил асма ла туджибу ташабух» дейді. «Лима қад ястамилу фи мауди нафи аль-муафақати фил ма'на наху ан юқала фуланун вахиду асрихи ва вахиду қаумихи аля нафи ан якуна лаху фихим назирун ау шабихун мин аль-вajhi аллази урида ва ин кану жами'ан фи тасмияти аль-вахиди шурака» деп тұр. Айтады: «Аль-муафақату фил асма ла туджибу ташабух» деп тұр. Бір нәрсенің атауында ортақ болу, мысалы екі нәрсе, бір сипаттың атауында ортақ болуынан бұл екі нәрсенің ұқсастығы түсінілмейді деп тұр. Түсінікті ма? Яғни екі нәрсе сипаттары бірдей аталады. Сипаттардың аты бірдей деп тұр. Сипаттардың аты бірдей дейді. Сипаттардың аты бірдей болғандықтан бұл екі нәрсе бірдей ұқсайды деген мағына шықпайды деп тұр. Шықпайды дейді. Неге дейді? Себебі біз кейде бір немесе екі нәрсені бір сипатпен сипаттаймыз да, бірақ бірінші нәрсенің сипатын дәл сол аты бірдей болса да, екінші нәрседен жоққа шығараламыз. Жоққа шығараламыз. Мысалы, арабтар былай айтады: «Фуланун вахиду асрихи» деп айтады. Пәленше өз заманының жалғызы деп айтылады. Бізде де айтылды сияқты қазақтарда. Пәленше өз заманның жалғызы деген сөз. Жалғызы. Яғни не деген сөз? Яғни ілімде оған жетер ешкім жоқ, немесе күшінде, қуатында, немесе ақылында оған жететін ешкім жоқ деген мағына шығады. Яғни пәленше өз заманның жалғызы, жалғыз деген сөз. Яғни адамдар оған ұқсамайды деген мағынада, жалғыз деген сөз, дұрыс па? Бірақ та әрбір адамға жалғыз деп айта аламыз, айта алмаймыз. Әрбір жаңағы адам, оған теңеспейтін адамдар жалғыз деп атала ма, аталмай ма? Аталады деп тұр. Аталады. Анау да жалғыз, мынау да жалғыз, анау да бүкіл адамға жалғыз деп атау беруге болады, дұрыс па? Бірақ та манағы адамның жалғыздығы аналарда жоқ. Не нәрседе? Білімдегі, ақылдағы деп Абул Мансур Матуриди айтып тұр. Бұны Абул Мансур Матуриди не үшін айтып тұр, білесіз ба? Себебі муътазилалар келіп ашарилерге де, матуридилерге де нағыл деп айтқан: сендер Аллахқа, олар 7 сипатты, 7 немесе 8 сипатты бекітеді ғой. Сендер Аллахқа есту сипатын бекітетін болсаңыз, көру сипатын бекітетін болсаңыз, білім сипатын бекітетін болсаңыз, құдірет сипатын бекітетін болсаңыз, сөйлеу сипатын бекітетін болсаңыз, қалау сипатын бекітетін болсаңыз, және де такуин, матуридилер такуин сипаты бар, яғни жарату сипатын бекітетін болсаңыз, Алла субханала тағалаға сендер Аллахты махлуқтарға ұқсап қоясыз. Себебі махлуқта көру сипаты бар, есту сипаты бар, білім сипаты бар, қалау сипаты бар, сөйлеу сипаты бар, жаңағындай сипаттар бар деп тұр. Түсіндің ба? Сол кезде матуридиттерде, ашариттерде осы Абул Мансур Матуридин несімен айтқан сөзімен жауап береді. Бұл қағида өз-өздігіне дұрыс қағида. Яғни бір сипаттың атауы бірдей болғандықтан, екі нәрсенің сипатының атауы бірдей болғандықтан, бұл екеуінің ұқсастығы шықпайды деген қағида. Манағы біз айтқан абстракттық түсінік және конкретикалық түсінік, дұрыс па? Яғни аты бірдей, абстракттық аты бірдей, бірақ конкретно сипатқа келгеніңіз, даже адамдардың қолын мысалы келтіруге. Қол бәріміздікі бірдей сияқты, дұрыс па? Бірақ біздер қандай идентификация қалай жасаймыз? Отпечатка пальцев. Бәріміздікі әртүрлі. Түсіндің ба? Конкретно ұқсайды, абстракттық түсінікте ұқсайды. Бірақ конкретно түсінікке келген кезде уже тіпті ұқсамай кетуі мүмкін. Солайша әр адамның мына несіндегі фаланга деп айтады, орысша, қазақша қалай айтады, мынаны?
жұмсағында сол жердің суреті әртүрлі әр адамда. Сондықтан менің конкретный қолым сіздің конкретный қолыңызға ұқсамайды. Түсінді ме? Бірақ абстракттық түсінікте ұқсайды. Дұрыс па? Бұл мақлуқтағы нәрсе. Яғни визуально ажыратылмайтын қол. Дұрыс па? Бірақ расында ұқсамайды екен, да? Түсінді ме? Расында ұқсамайды екен ақиқатына. Сол нәрсені Абул Марсум Матуриди өзі муътазиларға қарсы қолданған екен. Китабу Таухид кітабының 41-ші бетіне қолданған. Дұрыс па? Жанағы 7 сипат үшін. Біз дәл сол сияқты оларға айтамыз. Ахлул каламды түгелін айтамыз. Түгел басқа сипаттарды дәл өстіп бекітіңіз деп айтамыз. Яғни Алла субханала тағаланың қолы деген нәрседен сіздер мақлуқтың конкретный қолын түсінбеңіз. Сіз абстракттық есімде ортақ, бірақ ол абстракттық есімде ортақтық екеуінің ұқсастығына алып келмейді мақлуқ пен халиқтың. Себебі Алла субханала тағаланың конкретикалық түсініктегі қолы оның ұлықтығына лайықты. Ал мақлуқтың конкретикалық түсініктегі қолы оның несіне жаңағындай өзінің айыбына, жаратылысына, өзінің кемшілігіне лайықты деп түсініңдер деп тұр. Көрдіңіз ба? Олар бұл қағиданы кейбір сипаттарда қолданады да, қалған сипаттарда қолданбайды. Бұл нәрсе танақұд, контрадикторность, яғни қарама-қайшылық. Сен ол қағиданы алдың ба? Бұл қағиданы яғни иттирод деп айтады. Яғни заңдылық болу керек бұл қағидада. Заңдылық деген не? Әр нәрсеге қолданылу керек. Без исключения, яғни исключение қалай болады? Яғни еш нәрсені бұл қағиданы айттым ба, сен бұл қағиданы түгел жерде қолдан. 100%. Жеті сипатта қолдан, қалған сипатта қолданбай. Түсінді ма? Наам. Бұл манағы қағида. Бұл келесі қағида ташбих және таатил ауруларынан адамдарды шығаратын қағида. Қандай қағида? Әр нәрсенің түсінігі бізде абстракттық түсінік болады және конкретикалық түсінік болады дейтін қағида. Және де бұл қағиданы тіпті Ахлул калам өздері қолданған, бірақ олардың ол қағида дұрыс, бірақ олар ол қағиданы тек қана кейбір нәрсеге қолданғанда, қалған нәрселерге қолданбаған. Осы жерде қателескен олар. Түсінді ме? Той. Келесі, егерде Ахлул калам, жаңағында 7-8 сипатты бекітетін Ахлул калам, басқа сипаттарды бекітетін Ахли суннаны, яғни салафы солихты, басқа сипаттарды бекітетін жаңағында имам Ахмад, Абдулла ибн Мубарак, Нуайм ибн Хаммад, Хаммад ибн Салама, Хаммад ибн Зайд, Исхақ ибн Рахуя, имам Тирмиди, Абу Дауд, Аль-Бухари, солардың жолы бүкіл сипаттарды бекіту. Тауил жасамайды, тафуид жасамайды, мағынасы жоқ деп айтпайды, мағынасы бекітеді. Имам Малик, имам Шафии, және де таатил жасамайды, және де не такиф жасамайды. Сол бүкіл сипаттарды бекітетін ахли суннаны бұлар нағыл деп айтады, мушаббиха деп атайды ғой. Бірақ та біздер білу керекпіз. Бізде үлкен қағида. Әрбір сипатты жоққа шығаратын тайпа, әрбір сипатты жоққа шығаратын тайпа қандай да бір сипатты бекітетін тайпаны мушаббиха деп айыптайды. Антропоморфизммен айыптайды екен. Сондықтан Ибн Абил Из Аль-Ханафи рахимахуллаху таала бұл кісі 792 жылы қайтыс болған. Өзінің Шарху Тахауия кітабының 1-ші томында 86-ші бетінде нақыл деп айтады. Ма мин ахадин мин нуфати шей'i мин ал-асма'i ва сифат илля юсамми ал-муthбита лаха мушаббихан дейді. Әрбір Аллах табарака ва тааланың есімдерін немесе сипаттарын жоққа шығарушы сол есімдер мен сипаттардың қандай да бірін бекітушіді мушаббих деп атайды. Яғни Аллахты ұқсатушы, махлуқтармен ұқсатушы деп атайды екен дейді. Арғар айтады: "Фаман анкара асма Аллахи бил куллия мин гhaliyati занадиqati wal qaramati wal falasifa wa qala inna Allaha la yuqalu lahu alimun wa la qadirun yaz'umu anna man samahu bidhalika fa huwa mushabbih lianna al-ishtiraka fil ism yujibu al-ishtibaha fi ma'nahu." деп тұр. Қараңыз. Енді
занадиқадан болған, занадиқа деген дінден шығып кеткендер, қарамита деген, қарамита батини секталарының бір тармағы. Және де кейбір баяғы греческий философтар, гректік философтар Алла субханала тағаланың бүкіл есімдерін жоққа шығарды. Есімдер жоқ Алла субханала тағала. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Ғафур, Ал-Ғаффар, ешқандай аты жоқ деп айтады. Олар айтады, сондықтан Алла субханала тағалаға алим деп айтылмайды, білуші, қадир деп айтылмайды, Ар-Рахман деп айтылмайды дейді. Солар Аллах табарака ва тағаланың қандай да бір есімдерін бекіткен адамды мушаббиха деп атайды. Яғни бұған тіпті кімдер кіреді? Тіпті муътазилалар кіреді. Муътазилалар Аллах субханала тағала есімдерін бекіткен. Ашари мен матуридилар тем более кіреді ол жерде. Олар да Аллах субханала тағала есімдерін бекітеді, дұрыс па? Бұлар оларды мушаббиха деп айтады. Неге дейді? Лианнал ишрака фил исм юджибул иштибаха фи маънаху. Себебі олар не деп ойлаған? Есімде бір нәрсе ортақ болатын болса, онда мағынасында да олар ұқсайды деп айтады. Түсіндің ба? Яғни Аллах білуші ме? Адам білуші ме? Яғни олар ұқсайды. Сендер ташбих қылдыңдар деп айтады. Түсінді ме? Бұлар фаласифалар. Қараңыз. Сондықтан бұл фаласифалар тіпті муътазилалардан ал деп айтады екен, мушаббиха деп айтады. Олар ашарилерді де, матуридиларды да мушаббиха деп айтады. Ахли суннаны бір бастан мушаббиха деп айтады олар. Дұрыс па? Алғара айтады Ибн Абил Из: "Ваман асбата ал-исма ва қала хуа маджаз ка ғалият ал-джахмиyyati yaz'umu анна ман қала инна Аллаха алимун хақиқатан қадирун хақиқатан фа хуа мушаббих." Ал енді бір тайпалар бар, жахмииттер сияқты, бұлар Аллахтың есімдері бар деп айтады. Біз бекітеміз дейді Аллах субханала тағала есімдерін. Бірақ бұл есімдер метафора деп айтады. Яғни ақиқи емес дейді, метафора. Яғни астарлы мағынасы бар деп айтады, ар жағында деп айтады. Түсінді ме? Яғни ақиқатта Аллахта ол есім жоқ, бұл астарлы бір сондай тілдік мағына, метафора деп айтады дейді. Енді бұлар Алла субханала тағала есімдері ақиқи есімдер деп айтса, метафора емес, мажаз емес, ақиқи есімдер деп айтатын болса, яғни бұл муътазилалар мен ашарилер, матуридилер айтады, Алла субханала тағала есімдері ақиқи есімдер деп айтады. Жахмилер айтады, жоқ, бұл не метафора есімдер деп айтады. Бұлар енді жаңағы муътазила, ашари, матуридилерді мушаббиха деп айтады, жахмилер. Дәл манағы себеппен. Түсінді ме? Ары қарай айтады: ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم деп. Енді кім Алла субханала тағала сипаттарын жоққа шығаратын болса, мысалы муътазилалар есімдерді Алла субханала тағала есімдер бар деп айтады, сипаттар жоқ деп айтады. Дұрыс па? Енді ол айтады, сол сипаттарды жоққа шығаратындар қандай да бір тайпа сипаттарды бекітетін болса, қандай да бір сипатты бекітетін болса, олар үшін мушаббиха, муджассима. Түсінді ме? Яғни ашария мен матуридия муътазила үшін мушаббиха. Неге? Муътазила сипаттарды жоққа шығарады. Ал сендер бекітесіңдер, ашария мен матуридилер, сендер сипаттарды бекітсеңдер, бұл есімде ортақ болуы, Аллахпен жаңағындай бұл сипаттардың есімдегі ортақ болуы не нәрсені шығарады? Аллахпен махлуқтың арасында ұқсастықты, теңестіруді шығарады. Сондықтан сендер мушаббиха, муджассима деп айтады. Сонда олар манағы Абу Мансур Матуридидің қағидасымен жауап береді, манағы біз айтқан қағидамен жауап береді, дұрыс па? Бірақ олардың проблемасы неде? Олар кейбір сипаттарды қабылдайды, кейбір сипаттарды жоққа шығарады. Түсінді ме? Ары қарай айтады ابن أبي العيس: ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها كتب ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. сондықтан біздер егер жахмилердің, муътазилалардың, рафидалардың және де басқа тайпалардың кітаптарын қарайтын болсақ, бұлардың кітаптары сипаттарды бекітетін тайпалардың түгелін муджассима, мушаббиха деген айыптаумен толы дейді. Кітаптары осы нәрсемен толы деп тұр. وَيَقُولُونَ فِي كُتُبِهِمْ إِنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمُجَسِّمَةِ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ يُنْسَبُونَ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مَالِكِ بْنُ أَنَسَ. Сондықтан кітаптарын ашатын болсақ, олар былай айтады: муджассималардың бір тайпасының аты маликилер дейді. Маликиттер. Бұлар не? Малик ибн Анастың артынан ерушілер, имам Маликтің артынан ерушілер дейді. Бұлардың кітаптарды муътазила, жахмилердің. وقوم يقول لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقول لهم محمد بن إدريس. және де муджассималардың екінші түрі бұлар не? Шафиия. Бұл Шафиия кімнің артынан ереді? Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии аль-Мутталибин артынан ереді деп айтады. حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهم
وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. тіпті муфассир муътазилаларды алатын болсақ, мысалы Абдул-Джаббар немесе Замахшари ханафи болған. Яғни қайтадан ханафилер әрдайым матруди болмайды. Ханафилер арасында муътазила бар. Замахшари муътазили болған. Бұл нақыл деп айтады екен, қандай да бір сипатты бекітетін адамдар кітаптарында, тафсир кітаптарында қандай да бір сипаттарды бекітетін адам және де Аллахты көруге, қиямет күні көруге болатын дейтін адамдардың түгел муджассима, мушаббиха деп айтады екен кітаптарында. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب التوائف. Және де бұл нәрсе кейін келген тайпаларға, ахли каламның кейін келген тайпаларына да таралған деп тұр. Яғни ахли сунна, сипат бекітетін ахли суннаны бұларда мушаббиха деп атайды. Бірақ олар не нәрсені білу керек? Ол бұл айыптан манағы қағиданы түсінбеген адам сәлеметтікте қалмайды. Бұл айыптан, тіпті сендер өздеріңіз ахлул калам, матуридия, сіздер ол айыптан сәлеметтікте қалмайсыңдар. Себебі муътазилалар, соның арасында ханафи муътазилалар, замахшарилар сендерді не деп атайды екен? Мушаббих деп атайды. Кәдімгі муътазилалар сені мушаббиха, жахмилер мушаббиха деп айтады, фаласифа, қарамета, батинилер сендерді түгелімен муътазила деп айтады. Түсінікті ме? Немесе сендер соларға қосылып бүкіл сипаттарды жоққа шығарасыңдар, сол кезде сендер ташбих деген айыптан сәлеметтікте қаласыз. Немесе ахли сунна уал жамаатқа қосылып бүкіл сипаттарды бекітуге тура келеді, манағы қағиданы жүзеге асырып, абстракттық түсінікпен конкретикалық түсінікті жүзеге асырып. Және де біздер білу керек нәрсе келесі, яғни ташбихтің айыптарынан, яғни сипатты бекітуді ташбих деп айтудың айыптарынан бұл расында Құранға тіл тигізу және де Құранды сөгу болып табылады. Сол туралы имам Ибн Қойым рахималлаху таала, ол кісі 751 жылға қайтыс болған, өзінің Сауаиқул Мурсала деген кітабында, ол Мұхтасар Сауаиқул Мурсала 1-ші том 52-53 бетте айтады: وقد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولم ينزل كتابا من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل فانتحكت حرمته وعظمته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب. دبتر أي جهمي دبتر كم ابن القيم رحمه الله تعالى سن Алла субхану ва тағала бүкіл құлдарына құжат ретінде түсірген кітапты, және бұл кітап ең көркем, ең шыншыл, ең шешен сөз болған кітапты, және де сол кітап арқылы Алла субхану ва тағала адамдарды туралыққа салған, жүректерін емдеген, адамдарға мейірімділік болып түскен кітапты, және де Алла субхану ва тағала бұл кітаптан жақсырақ кітапты аспаннан түсірмеген, толығырақ кітапты түсірмеген кітапты сен не деп айттың деп айыптап жатырсың. Бұл кітапта ташбих бар. Бұның сыртқы мағынасы ташбих деп айыптап жатсың да, сондықтан сен бұл кітаптың құрметтемедің, бұл кітаптың ұлылығын төмендеттің, және де бұл кітапты ең жаман айыппен, ең жаман кемшілікке нестедің, ең жаман айыппен, ең жаман кемшілікпен нестедің байладың деп тұр. وادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات الشخص له وجه وله أعين كثيرة وله ساق واحدة. وادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة. Және де сен айттың, бұл Құраннан, осы туралыққа апаратын Құраннан, адамдарды туралыққа салатын, адамдарға құжат ретінде түскен Құранның сыртқы мағынасынан сен бір суретті түсініп алдың деп тұр. Қандай сурет? Беті бар, сол беттің үстінде көптеген көздер бар суретті түсініп алдың, және де оның бір балтыры бар суретті түсініп алдың, және де осындай жаңағындай шания деген, яғни қазақша қалай айтса, мерзкий деп айтады ғой. Қалай айтады қазақша оны? Ұсқынсыз бір келбеттегі, яғни Құранның сыртқы мағынасы осындай ұсқынсыз келбеттегі Құдайды сипаттады деп тұрсын деп тұр. Қараңыз, Шейхул-Ислам Ибн Қойым рахималлаху таала жахмилерге айтып тұрған сөзі. Фаякуну субханаху қад васафа нафсаху би ақбахи сифат фи захири калами. Сондықтан сенің сөзің бойынша Алла субханаху таала
Құранда өзін ең ұсқынсыз түрде сипаттады деп тұрсың сен деп тұр. Түсіндің ма? Фаайю ту'ни фил Құр'ани а'заму мин ту'ни ман яджалу хаза захираху деп тұр. Құранға тіл тигізушілердің арасындағы осы тіл тигізу ең төмен, ең жаман болмай ма деп тұр. Осыдан басқаша Құранға тіл тигізетін болсақ, осыдан басқаша қалай тіл тигізесің дейді, жаманырақ тұр дейді. ولم يدعي أحد من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ظاهروه بالمحاربة أن ظاهر كلامه أبطل الباطل дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жаулары, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалама соғыс ашқан және соғысқан жаулардың арасында ешбір адам Құранның сыртқы мағынасы осындай жалғандық деп айтпаған деп тұр. Қараңыз дейді. Баяғы мүшриктер осыған бармаған деп тұр да. Сендер бар тұрсыңдар жахмир. فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ لَهُمْ إِلَى الطُّعْنِ فِيهِمْ дейді. Егерде расында Құранның сыртқы мағынасы осыған дәлел болатын болса, ал бұл уақыттың мүшрик арабтары ең шешен арабтар. Тілді ең жақсы білетін арабтар, дұрыс па? Егерде олар Құранның сыртқы шынымен мағынасы осындай болғанда, олар соны түсініп Құранға тіл тигізер еді дейді. Осыны жол қылып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дағуатын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дініне осылайша тіл тигізер еді деп тұр да. وَقَالُوا كَيْفَ تَدْعُونَ إِلَى عِبَادَةِ رَبٍّ سُورَتُهُ هَذِهِ سُورَةُ الشَّنِيعَةِ. Қалай айтар еді пайғамбарға, яғни мүшриктер саллаллаху алейхи вассалам нағыл деп айтар еді, сендер қалай осындай ұсқынсыз Құдайға қалай құлшылыққа шақырып жүрсіңдер деп айтар еді дейді. وَهُمْ يُرِيدُونَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ дейді. Ал бұлар болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тырнақ астынан кіріп жүрген адамдар. Сондықтан тіпті кішкентай бір орысша зацепка дейді, сондайды тапса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бетіне басып айтатын болған. Бірақ бұған тиіспеген деп тұр да. Бұған тиіспеген. Неге? Себебі олар Құранның сыртқы мағынасынан бұл нәрсені түсінбеген. Сендер сияқты жахмилер және де жахмилердің артынан ерген мутакаллимдар сияқты бұндай нәрсені түсінбеген. Түсінікті ма? Сондықтан бұл нәрсе, ондай түсінікті түсіну, бұл Құранға тіл тигізу. Аллахтың кітабына, Аллахтың сөзіне тіл тигізу ол есептеледі. Себебі оның мағынасы ол сөйтіп түсініп тұр ғой. Яғни Алла субханала тағала өзінің Құранында, өзінің құлдарына жіберген тура жолында, кітабында, тура жол кітабында өзін осындай ұсқынсыз түрде сипаттап қойды деген мағына. Түсінікті ма? Бұл Құранға ең жаман тіл тигізудің бірі. Ибн Қойым осыны айтып тұр, баракаллаху фикум. Сондықтан бұндай нәрсені түсіну өте қатерлі. Өте қатерлі. Сондықтан ондай нәрсені түсінетін адам Аллахтан қорқу керек. Себебі бұл Құранды адасуға түсірілген кітап деп айтады. Түсінікті ма? Келесі қағида немесе келесі айыбы, жаңағындай сипаттарды жоққа шығарушылар не үшін жоққа шығарамыз деп тұр? Егер сипаттарды бекітсек, бұл жаңа антропоформизмге алып келеді, яғни тәшбихке алып келеді дейтіндердің айыбы. Бұл не? Бұлардың танақуды. Танақуд деген не? Қарама-қайшылығы, контрадикторность. Оны да біз мана кейбір жерде айтып кеттік, бірақ бұны тағы да жаңа акцент жасап, яғни айту керек. Ибн Қойым рахималлаху тағала өзінің Сауаикул Мурсала кітабының 1-ші томының 400-ші бетінде нақыл деп айтады: فإن فررتم من الحقيقة خشية التشبيه والتمثيل ففروا من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية هذا المحظور деп тұр. Егерде сендер Алла субханала тағаланың сипаттарын ақиқи түрде бекітуден қашқан болсаңдар, не нәрсеге сүйініп, не нәрседен қорқып, ташбих, Аллахты ұқсап қоямыз, антропоформизмнен қашып, шынымен осыдан қорқып, біздер Алла субханала тағала бұл сипаттарын жоққа шығарып жатырық деп айтатын болсаңдар, деп тұр Ибн Қойым, онда сендер Аллахтың есту сипатын, көру сипатын, тіршілік сипатын, білім сипатын, қалау сипатын, сөйлеу сипатын дәл сол нәрседен қорқып, қашып жоққа шығарыңдар онда деп тұр. Бірақ сендер бекітесіңдер ғой деп тұр. Бұл сендердің танақұттарың, бұл сендердің мазхабтарың, сендердің идеологияларың қарама-қайшылығы деп тұр. Неге? Сендер анадан қашсаңдар, неден қорқып, ташбихтен, антропоформизмнен қорқып қашсаңдар, мынадан да қашыңдар деп тұр Ибн Қойым рахималлаху тағала. وَإِنْ فَرَرْتُمْ خَشْيَةَ التَّجْسِيمِ وَالتَّرْكِيبِ فَفِرُّوا مِنْ سَائِرِ الصِّفَاتِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا لِأَجْلِ هَذَا المحظور. Және сендер бұл нәрседен, яғни Алла субханала тағала есім сипаттарын бекітуден,
тәжсим, яғни Алла субхана тағала дене беру, тәркиб, Алла субхана тағала бір бөліктерден тұру деген нәрседен қашып жоққа шығарып жатқан болсаңдар, онда қалған сипаттардың түгелін сол нәрседен қорқып жоққа шығарыңдар деп тұр. فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم مما فررتم منه دون من لم تفروا منه ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة. Ал егер де сендер былай жауап берсеңдер, жоқ, біз бекіткен сипаттардан антропоформизм түсінілмейді, ташбих түсінілмейді, тажсим, Аллахта дене бар деп түсінілмейді, тәркиб, Аллах бір бөліктерден тұрады деген түсінілмейді. Бірақ біз жоққа шығарған сипаттардан сол нәрсе түсініледі деп айтатын болсаңдар деп тұр. Онда сендердің айтып жатқан жаңағындай ақидаларыңыз, идеологияларыңыздың жалғандығына осы дәлел болады. Және бұл нәрсе бүкіл ақылдыларға анық болып қалады, егер сөйтіп айтсаңдар деп тұр да. Себебі анау да екеуі бір бап. Екеуі бір бап. Ана сипаттарда 7-8 сипаттарыңызда Аллахтың сипаты, анау да 7-8 сипаттар, қалған сипаттарда Алла субхана тағаланың сипаттары, дұрыс па? Адамдар көру сипаты және де есту сипаты бар нәрсені тек қана дене деп біледі. Сіз есту, көру сипаты бар денесіз нәрсені білесіз ба? Осыда елестетіп көрейік. Естиді, көреді, білім бар, тіршілігі бар, бірақ денесі жоқ. Немесе есту бар, көру бар, бірақ адамдарға ұқсамайды, немесе мақлұқтарға ұқсамайды. Немесе есту бар, көру бар, өмір бар, білім бар, бірақ ол бөліктерден құрылмаған болады. Елестете аласыз ба? Жоқ. Ондай болуы мүмкін емес, сондықтан бұның түгелі бүкіл сипаттарды бекіту ташбих те болмайды, не де болмайды, жаңағындай тажсим де болмайды, таркиб те болмайды. Неге? Себебі Аллахтың сипаты оған ғана лайықты. Және де Аллахтың сипаттары ғайби әлем, біз оны көрмегенбіз. Ал сендер не істеп қойдыңдар? Сендер көрген нәрселеріңізді сезген нәрселермен аналогия жасап, Аллах субхана тағалаға ұқсат қойдыңдар ол нәрсені. Дұрыс па? Баракаллаху фикум. Сондықтан мына сипаттарды қалай бекіткен болсаңдар, қалған сипаттарды бекітіңдер деп тұр Ибн Қойым. Ал мыналарды жоққа шығарсаңдар, мынаны да жоққа шығарыңдар. Себебі бүкіл нәрсе бірдей деп тұр. Бүкіл бап бірдей деп тұр. Фа инна сифат أعراض لا تقوم بنفسها وقيامه بمحلها مستلزم لما تدعون أنه تجسيم وتركيب деп тұр. Себебі сипаттар, бұлар қалай да болмаса, махлуқтың сипаттары, бұл арад, аксиденция, махлуқтың сипаттары. Аксиденция деген не ол? Өзі бір нәрсе, бір затта болмай, өз-өзігінен былай тұра алмайтын нәрселер, өз-өзігінен болмыста бола алмайды, не может существовать деп тұр. Өз-өзігінен, сами по себе. Яғни бір дененің үстінде болу керек, дұрыс па? Түс жаңағындай не сияқты, және сипаттар да солай. Есту сипаты өз-өзігінен мына жақта есту деген нәрсе жүре алмайды далада. Мен естумін деп жүре алмайды. Көру сипаты өз-өзігінен жүре алмайды. Ол обязательно ол міндетті түрде бір неде болу керек, бір затта, денеде болу керек. Түсінікті ма? Ол махлуқтың сипаттары туралы сөйлеп жатырмыз біздер, түсіндің ба? Сондықтан махлуқтың әрбір сипаты жаңағыда аксиденция. Ол өз-өзігінен тіршілік жасай алмайды, болмыста бола алмайды, ол әлбетте денеде болуы мүмкін. Болады. Түсіндің ба? Сондықтан сендер есту, көру сипаттарыңыз бекітіп жатқан, бәрібір бұл аксиденция, бәрібір бұл Алла субхана тағаланың ташбих болып қалады. Бірақ сендер жоқ бұл ташбих болмайтын болса, қалған сипаттарда жоқ ол ташбих болмайды деп айтыңдар деп тұр да Ибн Қойым. Және де бүгінгідікке соңғы қағида. Бұл да бір үлкен қағидалардың бірі, ол бапта, манағы абстракттық түсінік пен конкретикалық түсінік сияқты. Бұл ақли, логикалық қағида Алла субхана тағаланың сипаттарын бекітуге бекітетін қағида. Қандай? Егерде біздер, қараңыз, бізде нақид деген нәрсе бар. Нақид деген сөз, бұл қарама-қарсы нәрселер, екеу бір-біріне қарама-қарсы. Мысалы, оң-сол, үстінде, астында, алдында, артында, немесе бар, жоқ, қозғалып тұр, қозғалмай тұр деген бір-біріне қарама-қарсы нәрселер. Бұл екі қарама-қарсы нәрселер логикалық қағида бойынша, бұлар бір нәрседе, бір мезетте жинала алмайды. Бір нәрседе жинала алмайды, бір мезетте. Және де бір мезетте бір нәрседен кетіп қала алмайды деп тұр. Яғни қалайша, мысалы біз бір мезетте бір дене
бір дене бір мезетте қозғалып тұр және де қозғалмай тұр деп айта алмаймыз. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Ол немесе қозғалып тұру керек, немесе қозғалмай тұру керек. Бір мезетте бір денені айтып тұрмыз. Түсінікті ма? Немесе ол дене бір мезетте қозғалып тұрған жоқ, және де қозғалмай тұрған жоқ деп айта алмаймыз. Түсінікті ма? Немесе қозғалып тұр, немесе қозғалмай тұр. Осы нақид деген нәрсе. Түсінікті ма? Енді біз нақидті түсінгеннен кейін бізден қандай қағида шығады? Егерде біздер бір нәрсені жоққа шығаратын болсақ, бұның нақидын бекіту міндет болады бізге. Міндетті түрде бекітеміз. Яғни бұл не деген сөз? Аллах субханаху ва тааланың жоғарылығын жоққа шығаратын болсақ, Аллах субханаху ва таала төменде деген мағына шығады. Түсінікті ма? Себебі бұл нақид. Болу мүмкін емес. Аллах төменде де емес, жоғарыда деген нәрсе болу мүмкін емес. Аллах немесе жоғарыда, немесе төменде. Сондықтан сендер Аллах жоғарыда емес дейтін болсаңдар, Аллах субханаху ва таала төменде болады. Және де бұл ақиқи қағида. Оны сен ешқалай жоққа шығара алмайсың. Жоққа шығаратын болсаң, сен демагогия және софистикаға түсесің. Яғни адамдардың ақылдарына сыймайтын, ақылдары қабылдамайтын, фитралары қабылдамайтын нәрсені айтасың. Ал бұндай адамдар әдетте жынханаға алып кетіледі, негізі. Жынханаға алып кетіледі. Түсінікті ма? Аллах субханаху ва таала сөйлемейді деп айтатын адам, Аллах субханаху ва таала мылқау деп сипаттау керек. Түсінікті ма? Аллах субханаху ва таала көрмейді дейтін адам, яғни көру сипаты жоқ дейтін адам, Аллах субханаху ва таала соқыр деп айту керек. Аллах субханаху ва таала естімейді, есту қабілеті, есту сипаты жоқ деп айтатын болса, Аллах субханаху ва таала саңырау деп айту керек. Түсінікті ма? Бұлар нақид. Аллах субханаху ва таала тіршілік сипаты жоқ дейтіндер, Аллах субханаху ва таала өлі деп айту керек. Аллах субханаху ва тааланың, яғни осы сипаттарды қарай беріңдер. Яғни бұл жалпы логикалық қағида. Сондықтан имам Абу Ханифа рахимахуллаху таала бұл нәрсені имам Абу Ханифадан қателеспесем Аз-Захаби келтіреді. Захаби Улу кітабында келтіреді. Имам Абу Ханифаға рахимахуллаху таала бір кісі келіп айтады, имам Абу Ханифадан бір кісі риуаят қылады. Имам Абу Ханифа рахимахуллаху тааланың алдып айтады: «Инналлаха юд'a минал а'ла ва ла юд'a минал асфал» деп тұр. Аллахты біз жоғарыға беттеліп, Аллах субханаху жоғарда, біз сөйтіп беттеліп дұға қыламыз дейді. Төменге беттеліп дұға қылмаймыз деп тұр. Яғни Аллах жоғарда, төменде емес деп тұр. Неге дейді? «Ли'аннал асфала лейса мин сифати рубубияти вал улухияти фи шей» деп тұр. Себебі төменділік деген не рубубияттың, не улухияттың сипаты болу мүмкін емес деп тұр. Не жаратушының және де ақиқи құдайдың сипаты болу мүмкін емес деп тұр. Түсінікті ма? Төменділік. Не деген сөз? Жоғарда емес деп айтатын болсаң, міндетті түрде Аллахты төменде деп айту керексің дейді. Ал төменділік, Аллах төменде болу мүмкін емес. Неге? Себебі төменділік сипаты ешқандай бір жаратушының сипаты емес, және де ақиқи құдайдың сипаты емес деп тұр. Сондықтан Аллах тек қана жоғарда деп тұр. Имам Абу Ханифа рахимахуллаху таала. Ибн Абил Из Аль-Ханафи рахимахуллаху таала 792 жылғы қайтыс болған кісі айтады, өзінің Шарх ат-Тахауия 1-ші том 175-ші бетінде айтады: "Вал васфу бит-такаллуми мин аусафил камал." Сөйлеу сипаты кеміл, толық нәрсенің сипаты деп тұр. Толықтықтың сипаты дейді. "Ва диддуху мин аусафил нақс." Ал оның қарама-қайшысы, яғни мылқау болу, бұл не? Бұл кемшілік сипаты деп тұр. Қала та'ала деп тұр. Яғни не деп тұр? Аллахтың сөйлеу сипаты жоқ дейтін болса, сен Аллахтың мылқау деп айту керексің деп тұр. Түсіндің ме? Қала Аллаху та'ала. Және де дәлел қалдай? Құранда дәлел бар. Қандай? "Ваттахаза қауму Муса мин ба'дихи мин хулийхим иджлан жасадан лаху хуарун алам ярау аннаху ла юкаллимухум ва ла яхдихим сабила" деп тұр Аллах субханаху та'ала. Мусаның қауымы алейхиссалам, Муса алейхиссалам қауымы, Муса жаңа Тур тауына барып, Тауратты Аллах субханаху та'ала оған түсірген уақытта, бұлар өздерінің жаңағындай әшекейлерінен не жасап қойды? Бір сиырдың суретін жасап, бұл
сиырдың жаңа екі тесік жасаған, екі тесік, сол екі тесікке жел кіргеннен дауыс шығады жаңа сиырдан, түсінді ма? Сол нәрсені осындай бір пұт жасап, соған құлшылық жасай бастады деп тұр. Муса кеткен соң Алла субхана тағала айтады. Әлем яро дейді. Аннаху ла юкаллимухум ва ла яхдихим сабила деп тұр. Олар көрмей ме дейді да, бұл сиыр бұларға сөйлемейді дейді. Және де бұларды туралыққа салмайды деп тұр. Яғни не деп тұр? Бұл пұт кемшілік сипаты бар. Қандай? Сөйлемейді. Мұлқау деп тұр. Сөйлемейді ол. Және туралыққа салмайды. Яғни ақиқи Құдай құлшылыққа лайықты Алла субханау тағала сөйлейді және тура жолға салады деген мағына шығады. Түсінікті ма? Факана айтады Ибн Абил Ис, факана убадул иджал ма'a куфрихим а'рафа биллахи минал му'тазила фа иннахум лам яқулу ли Муса ва раббука ла ятакалламу айдан. Айтады, сондықтан Мусаның қауымы бұлай күпірлік жасаған өзінде бұлар му'тазилаға қарағанда Аллах туралы жақсырақ білген, көбірек білген. Неге дейді? Себебі олар Мусаға айтпайды. Сенің Муса айтқан кезде, сен жаңағыдай бұл пұт сөйлемейді ғой деген кезде, олар айтпады. Сенің Раббың да сөйлемейді ғой деп айтпады ғой дейді. Түсінді ма? وقال تعالى عن العجل أيضا және де басқа аят Алла субхана тағала айтады: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Бұлар, яғни Мусаның қауымы, көрмей ме дейді. Бұл сиыр оларға сөз қайтармайды. Және де оларға бір зиян және де бір пайда алып келмейтінін көрмей ме деп тұр дейді. فعلم ابن أبي العز айтады: فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل дейді. Осы аяттардан біз не нәрсені білеміз? Егерде осы аяттардан сиыр сөз қайтармағандықтан және де сөйлемегендіктен бұл сиырдың айыбына дәлел болып қалды, бұл пұттың айыбына дәлел болып қалды. Және де бұл айып арқылы Алла субханала тағала бұл сиырдың құлшылыққа лайықты емес екендігін дәлелдеп берді деп тұр да, түсіндің ба? Яғни не деген сөз? Ақиқатта құлшылыққа лайықты Алла субханала тағала құлшылыққа лайықты болу үшін бұл кемел сипаты иесі болу керек. Яғни сөйлеу сипаты ода болу керек. Сондықтан кімде-кім сөйлеу сипатын Алла субханала тағаладан жоққа шығаратын болса, міндетті түрде мұлқаулық сипатын бекіту керек. Себебі бұлар нақид, бұлар бір-біріне қарама-қайшы нәрсе, ал нақид бір жерде жиналмайды да бір жерден жоқ болып кете алмайды. Немесе анау болу керек, немесе мынау болу керек. Түсінді ма? Сондықтан Ибн Таймия, Шейхул Ислам Ибн Таймия рахималлаху тағала 728 жылға қайтыс болған, Тадмурия кітабының 151 бетінде айтады: "Минат туруқ аллати яслукуха ал-аиммату ва ман иттаба'ухум мин назари суннати фи хаза ал-баб аннаху лау лам якун мавсуфан би ихда as-сифатайни мутақабилатайни ла лазима иттисафуху бил-ухра." Яғни аиммату сунна, сүннет имамдары және де олардың артына ерген нузару сунна деп. Нузару сунна яғни өздері ахли суннадан болған, бірақ та жаңағындай мантық логиканы үйренген, фальсафаны үйреніп, не үшін үйренген бұл оларды? Манағы жахмилерге, муътазилаларға, ахли каламдарға жауап беру үшін үйренген. Солар бір қолданған әдіс деп тұр. Және де қағида деп тұр. Егерде Алла субханаху ва тағаланы нақид қарама-қайшы болған екі сипаттың біреуімен сипатталмайды деп айтатын болсақ, бұл сипаттың қарама-қайшысын бекіту керекпіз. Алла солмен сипатталады деп айту керекпіз деген қағиданы қолданады дейді. Фалау лам юсаф бил хая ла усифа бил маут. Сондықтан Аллахты тіршілікпен сипаттамайтын болсақ, міндетті түрде оны өліммен сипаттау керек. Валау лам юсаф бил қудрати ла усифа бил аджиз. Егерде Алла субхана тағаланың құдрет сипатымен сипаттамайтын болсақ, онда Алла субхана тағаланың әлсіздікпен сипаттау міндетті болады. Валау лам юсаф бис сам'i вал басари вал калами ла усифа бис самами вал хараси вал бакам деп тұр. Сондықтан Алла субхана дәл сол сияқты егерде Алла субхана тағаланың есту сипаты, көру сипаты, сөйлеу сипатымен сипатталмайтын болса деп айтатын болсақ, міндетті түрде біздер нені бекіту керекпіз? Мұлқаулықты, саңыраулықты және де соқырлықты бекіту керекпіз деп тұр. Сол нәрсені сипатталады деп айту керекпіз деп тұр. Түсіндің ме? وترد ذلك وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه деп тұр. Сондықтан бұл қағиданы ғалымдар аиммату сунна заңды түрде қолданылған, яғни заңдылықпен қолданған, то есть закономерно қолданған, закономерность деген, яғни заңдылық деген бұл қағида
әрдайым жұмыс жасау керек деп тұр, түсіндің ба? Әрдайым бір жерде жұмыс жасайды, бір жерде жұмыс жасамайды деген жоқ, әрдайым жұмыс жасау керек деп тұр, түсіндің ба? Сондықтан біздер айтатын болсақ, Алла субханала тағала әлемнен бөлек деп айтпайтын болсақ, сол яғни Алла субханала тағала әлемнің ішінде деген сөз мағына шығады. فسلب إحدى الصفتين متقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة النقص ينزه عنه الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنه أولى деп тұр. Сондықтан екі қарама-қайшы болған сипаттың біреуімен Аллах сипатталмайтын болса, екіншісімен сипатталады деп бекіту міндетті болады деп тұр. Ал манағы оның қарама-қайшылары, яғни мылқаулық, саңыраулық, соқырлық, және де өлім, және де әлсіздік, бұлардың түгелі нақс дейді. Айып және кемшілік. Және де бұл айып кемшілік не нәрседе? Тіпті махлуқтың өзінде ол айып кемшілік дейді. Бұл нәрседен махлуқтардың арасында толық болған, кеміл болған махлуқ бұл нәрседен не істейді? Өзін пәктейді. Жоқ, мен саңырау емеспін, мен соқыр емеспін деп пәктейді дейді. Ал Халиқ, яғни жаратушы, бұл бірінші түрде бұл нәрседен пәктелу керек дейді. Бұл сипаттардан пәктелу керек дейді. Яғни бұл сипаттардан Аллахты пәктейтін болсақ, біз бұл сипаттың қарама-қайшысын Аллахқа бекіту керекпіз деп тұр Ибн Таймия рахималлаху тағала. Осылайша біз бүгін осындай қағидаларды оқып біттік. Аллаху а'лам ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.